бар. Мынау бұндай құнды дүниені Иә, енді ешкім бермейді. ешкім бермейді. Білеміз. Оңай емес. Нұреке былай да, мен бұл дүние үшін не істеп жатқан жоқпын. Бұл әшейін мен үшін сақырлаған темір терсек. Просто елімізде осындай отбасылар көп та. Жәрдем бермейміз. Қаржылай болсын. Мысалы осы үйде 5 мына апамыздың өзіне сауық жоқ. Күйеуі, 2 баласы, қызы туған. Мүгедек кәдімгі бірінші группалы инвалидтер. Осы кісілерге қарап мен көңілім босап отыр. Ол не әшейін сақырлаған. Маған бұны әйтеуір айтсам болады. Шынымен бір өзім ниет қылған болдым. Біраздан мен ниет қылып жүргем. Шынымен бір отбасыға көмектескім келеді енді. Қаржылай жағдайымыз жоқ, но әйтеуір осындай дүниемен болсын бір отбасыны қуантып. Жүрегінде бар ғой бізде. Иманы бар, намысы бар жігіттер. Солардың біреуі Құда қаласа қолдап алып кетеді деген ойда. Келген нәрсе ғой. Заман алуға да балам не алмай жатыр. Кеше ғана мынау Седов бауырымызда өмірдің қыршындай кетті. Оның бәрі сол спортқа спортсмендерімізді еленбей жатқаны ғой. Басқа қалай айтуға болады? Действительно еленбей жатыр. Оларға бір дұрыс өз саласынан жұмыс берсе, оларда мысалы мақұл допингпен ұсталды, соның күйзелісі дейді да. Ол енді бәрінің басында бола беретін нәрсе емес қой. Қандай сала болсын кезінде, қандай жағдай болсын кезінде, не деген мысалы еліміз алтын алған кезде, әлем чемпионы болған кезде, мысалы сол Седов бауырымыздың өзі не деген артына көпшік қойып, шапан жауып, ат мінгізіп, ақшалай сыйақыларын беріп, допингпен ұсталды. Бір әдейі бір істемеуі де мүмкін да ол нәрселердің. Алтта кәдімгідей тастай салды сондай спортсмен. Бір бәс ешкімге керек емес болып. Бір бәс ешкім. Аяқ жағы неге кеп соқты мен? Өз-өзіне қол жұмсады. Соны қалай